Так, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Ерсу және де бұл. Мен выживанияны тағы да бастайын деп жатырмын. Өйткені анау выживания менің ойымша әділетсіз болды. Өйткені ол выживанияда біз анандай сразу алмаз тауып не істедік. Сондықтан ол әділетсіз болды. Сол себепті әділетсіз болды деп есептеймін. Және де бұл әділетсіз болмайды. Кәдімгідей мен енді верстак қойдым. Бірақ бұл жақта дополнение бар. Мынадай бас киімге, шахтерский. Ол бірақ ештеңе қоспайды, просто әдемілік үшін. И может ол жарық беруі де мүмкін. Ал біз үшін видеоға кеттік. Готе. В общем, верстак бізде бар. Мен видеодан алдын өзім жобат етейін дедім. Одан кейін неге видеоға түсірмеске дедім да. Алдыңғы выживание әділетсіз болды ғой деп. В общем, мен ағаш жинай тұрамын, ал сізді оны музыкамен және ускорениемен көре беріңіздер. Достар, мен бірінші балта жасап аламын деп шештім. И балта жасап алу керек, одан кейін қазір не істейміз. Бірінші палка керек, одан кейін кирка, одан кейін балта, одан кейін қылыш жасай салайық. И все, ағаш сындыруды жалғастырайық. Şimdi dostlar, мен адасып қалдым деп ойладым. Бірақ адасып қалмаппын. Так, мен енді 32 тал ағаш жинадым пока штоға. Енді мен 64 талма үшін мына балтам сынғанша жинаймын, одан кейін тас жинап қайту керек. Ал сіздер көре Так, достар, мен енді балтам сынды, сонда да кішкене мына тұрған ағаштарды алып алайын дедім. И мен осы ағашты алып кеткен соң шахтаға барам. Енді бірінші, как всегда, мен ойымша қызықсыз болады. Өйткені ол жақта чисто ағаш жинап не істеп жүресің. Бірақ енді бұл выживание не дегенмен тамақ та керек. Е-мое.
болды. Тамақтарды да бірге алып жүру керек. Не дейміз басқа? Тамақ жаңа ғана жүреді ғой, жөндеп жатырмын ғой. Что за летающая мышь? Как раз жақта. Бірақ бірінші нақты жүрген 3 қойды өлтіріп, кроватьқа 3 тал. Так, кешіріңіздер достар, енді інім сөйтіп тастады. Кішкене дауыстар шығып жатса кешіріңіздер. Енді 3 тал қойды алып аламыз. И одан кейін шахтаға барамыз. Шахта. Негізі күтетіңіздерші достар. Мен бір зат байқаптым. Менің шлемім үшін жарық беріп тұр ма? Иә достар. Вот сіздерге айттым. Шлем кішкене болсын көмектеседі деп. Енді ренжімеңіздер енді бұндай дополнение үшін. Енді бірақ бұл ғана неден жақсы деп ойлаймын, өйткені ол жақта сразу алмаз тапты, алмазный киркай алдық. Енді ол нечестный болды. Ал бірақ честно болады, бірақ енді ренжімеңіздер осындайға. Мен өткені факел жасап жүргім келген жоқ. Негізі YouTube бұны ойлаған, мен видео түсірмеймін деп, өзім былайша выживание істеп жатқам, өтейін деп жатқам, өзім ойнайын деп жатқам, и одан кейін түсіре салайын дедім да. Сіздер үшін енді кешіріңіздер достар. Сенбейсіздер ме, қараңыздаршы достар. Шешем қазір. Шештім. Қараңыздар. Қараңғы шетке барайықшы. Соған аяқ кішкене жарық болыпты. Шахта. Қараңыздар. Қараңғы. Киіп алам. Қазір жарық беру керек негізі. Вроде бы жаңа маған жарық берді. Қалай сонда? Достар, жаңа мен көрдім бойынша бұлайна жүрген кезде маған жарық берген. Ал неге қазір жарық беріп тұрған жоқ? Білмеймін, әйтеуір сөйлеп жүріп мен не тауып алдым? Железо. Енді мен өзіме кирка жасап алайын. Ағаштарды өткізіп алайын. Так. Неге екенін шлем істемей қалды ма или? Білмеймін, бактар болып отыр. Енді углда тапқан сияқтымын жаңа мен. И палка алып аламыз. Так. И кирка жасайым. Балта жасайым. Все. Так. Киркамен ала салайық нормально. Бізге верстак 100% керек. Өйткені верстак дейтін пайдалы. Неге мен шлем істемеді? Білмеймін енді. Шахтерлардың шлемі. Ашын мен темір жинап болған соң оралам. Так, мен нақты достар. Көмірдің бәрін көмірдің темірлерін бәрін жинап болдым. Зомбиден жетіп отыр. Так, и біз шахтаны ары қарай берейік. Мына жақта алдым темірлерді. И шахтаны ары қарай что-то жарық көріп тұрмын. Лава. Енді достар, бір баланың дауысы шығып жатса кешіріңіздер. Кішкентай бала. Енді ренжімейсіздер деген ойдамын. Келесі бұндай нелер болмайды. Және де сіздерге рахмет. Маған қолдау көрсетіп жүрсіздер. Лайк басып жүрсіздер. Давайте достар, менде 11 подписчик қазір. 11 деп ойлаймын қазір. Мен соңғы рет қарағанда 11 болған. И
давайте достар өтініш 20-ға дейін апарып тастаңыздар. И егер 20-ға дейін апарсаңыздар, мен өте қуанышты боламын. Мен үшін бұл не 20 подписчик. Осы каналда бірінші рет білмеймін. Және де лайктарыңызды ұмытпаңыздар. Лайк басып кетіңіздер осы видеоға. Егер сіздер осы жерге дейін көрген болсаңыздар, выживание деген сөзді комментарийға жазып кетіңіздер. Сол кезде мен білемін, сіздерді осы жерге дейін көрді ма, әлде көрмеді ма. Ё-моё, нақты. Так, мен нақты әлі бітпедім. Кешіріңіздер. Менде мынандай не болып қалып жатыр. Бірдеңе болып қалып жатыр. Нақты лава таптым мен. Анақта темір көрдім. Кәдімгі шақты ғой. Мен оны алып алам. Керек бізге темір өткені. 100% керек. Так, мынаны алайық. Аты басқаша шыға алмайтын түріміз бар. Мен арғара қаққа жүрем, білмеймін. Сіздер осы шахтада қызықсыз деп ойлаймын. Ускорениемен көре беріңіздер. Достар, мен нақты бірдеңе тауып алдым. И ол спальнер екен. Паучоктардан анаға олармен шайқасатын боламын. Ё-моё, достар, нақты скелет тесіп кетті ма, не болып кетті? Не болып кетті? Қалай? Достар, түсіндім. Вот, түсіндім мен. Қараңыздар. Өшірем. Жағам. Вот, мен алып керек емес. Қараңыздар. Мен түсіндім. Бұл не істейді? Мод. Яғни мод деп айтам. Кені бұл мод істейді шынымен арасында. И оны мен қалай істейтінін біліп алдым. Мен түсіндіріп тастау керек бар ғой. Шыға берді оналар. Құры, ё-моё. Зато нит па, неді. Сондалары толды. Ена сундуқты да алып алам мен. Керек болады. Қараңыздар, достар, мұны мод қалай істейді. Деп міне жарық болып жүрді темада. Сіздерге арнайы істедім, өйткені шахтада жүргенде не қараңғы болса видео біртүрлі оқылады. Қараңыздар. Өшірем, қосам. Өшірем. Так.
Мұны паучатты өлтіріп тастайық. Паук төбеден түспесін. Жомайы. Так, мен нақты уголдарды алып алам. Ол сіздерге қызық емес деп ойлаймын. В общем, мен қазір келем. Так, мен нақты зомбимен төбелесіп отырмын. Және таптым. И менде не киркамен, деревянный мечем сынды. И только нем қалды. Так, тағы да темір тауып алдым сіздердің көздеріңізше. Мен бұның бәрін алып алам. Керек болады. Бүгін серияда үй жасамасақ та шахтада ой, кім мынау? Йо, өлтіріп тастады. Енді хотя бы бізде заттар сақталынша көп қалады. Онысы жақсы. В общем, мен осы жерден видеоны аяқтаймын деп ойлаймын. Өйткені уже 17 минуты кетіп жатыр видеоның. Ал мен видеоны қатты ұзақ қылғым келіп тұрған жоқ. Сондықтан, сіздермен қоштасам деп ойлаймын. Келесіде жүздескенше сіздермен бірге болған Ерсу. Сіздермен бірге болған Ерсу. Ал амандықта жүздескенше. Давайте пока-пока. Чао. Достар, мен жаңа ғана видеоны өшіргенін білесіздер. И мен видеоны бөлек тағы да кішкене ойнай тұрайын деп шешіп едім. И мен шахтада жүріп, андай шахта тауып алдым да, білесіздер ғой. И сояқта бірінші алтын таптым. Алтын. И оны алайын деп аттым редстоунмен. И алмаз. Вот, ну, честно, 100%. Мен кетші бар. Міне. Қараңыздар, қазір мен меч жасап алдым. Сіздердің көздеріңізше қазір алып алам. Достар, мен железный кірпе жасап алдым. Міне. Мен өзім қоя салмадым бұны творчески. Прям тауып алдым. Енді бұл честно деп ойлаймын, өзім таптым. Енді видеодан тыс таптым. Ренжімеңіздер. Негізі бұлай болады деп ойламадым. Мен просто өзім ойнап жүргенмін, бұлайына қызыққа. И кішкене өзгерістер қосайын деп. Просто так ойнағам кішкене. И вот бірінші алтын таптым, одан кейін нені алайын деп атқам, алтын мен нені. Одан кейін қарақ қалсам, не білмеймін. Алмаз. Так, міне алдым 5 тал алмаз, достар. И мен нагрудник тауып алдым. Бәрі сау емес. Зомбиді өлтіріп алып алдым. Зомби киіп жүр екен. Так, мыналарды алып аламыз керек. Нандарды да алып аламыз. И факелдарды бәрін алып аламыз. Тағы лазуриттарды алып аламыз. Кітап керек емес деп ойлаймын. Мыналарды керек емес. Кетші бар. Йо, достар, бірінші сериясында ойлаңыздар. Бірінші сериясында. Düşünüzdер, достар, міне алмаз, прям алмаз. Сіздердің көздеріңізше алмаз таптым. Бірінші сериясында ойлаңыздар, қандай везучиймін мен. Енді анақты таңғылмадым мен. Выживание модтарымен болған. Дауыстар шығатса кешіріңіздер. Ояқта таңғылмадым, өйткені ол возможно. Ал мынау қалай рандомно просто. Енді видео осы жерден аяқтайық. Сіздермен бірге болған мен Ерсу. Енді келесі сериясын күтіңіздер. Тез шығарам. Ал сіздермен бірге болған Ерсу. Давайте, пока-пока, чао. Давайте. Достар, просто айтайыншы, мен баров везучий екем. Шынымды айтсам, мен везучий екем. Қараңыздар, мен шынымды айтайыншы, алып қойып атқан жоқпын. Творческий болып атқан жоқпын. Прям шынымды айтайын сіздерге. Прям мен рандомно тауып атырмын. Даже алтын алмады, екінші. Міне, енді дауыстар шығатса кешіріңіздер.
Қараңыздаршы, мынандай шахта тауып алдым біріншісі, одан кейін тағы да уже 7 алмас таптым. 7. Бірінші сериясында. Не дейміз енді? Мен мынандай везучий өмірімде бірінші рет боптым. Я, мен тапқам. Талай алмас 49, менің рекордым 49 алмас тапқам. Бірақ оны мен талай не ойнап жүріпқам. Что баяғыда болған. В общем, дауыстар шығып жатса кешіріңіздер деп қайттан кешірім сұраймын. В общем, сіздермен бірге болған ерсу, бұл жол точно қоштасам деп ойлаймын, тағы алмасам. Ал давайте.